Сәлем балалар. Бүгін математикадан сабағымыздың тақырыбы қос теңсіздіктерді шешу. Біз кеше бірінші сабақта қос теңсіздіктер не екенін біліп алғанбыз, балалар. Қос теңсіздік дегеніміз бір қатарға екі теңсіздіктің жазылуы. Яғни қараңдар, 8х-тен кем, ал х 11-ден кем. Демек, бір қатарға екі теңсіздік жазылса, мұны біз қос теңсіздік деп атаймыз. Ал енді осы қос теңсіздікті жеке-жеке қарап шығамыз. Х 8-ден артық және х 11-ден кем. Бұлар жеке теңсіздіктер. Енді х 8-ден артық болған жағдайда, оның шешімі 8-ден үлкен болған сандар болады. Яғни, 8-ден үлкен болған сандар 9, 10, 11, 12, 13, 14 және басқа сандар. Бұлар х 8-ден артық теңсіздігінің шешімдер жиыны болып табылады. Х 11-ден кем теңсіздігінің шешімдер жиыны 11-ден кіші болған сандар болады. Бұлар 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Х 8-ден кем және х 11-ден кем қос теңсіздігінің шешімдер жиыны 9 бен 10 сандары болады. Кітаптарыңда 10-шы бетте 3-ші тапсырма бар. Бұл тапсырмада қос теңсіздік берілген. Бұл қос теңсіздіктің шешімдер жиынını табуымыз керек. Алдымен сан сәулесін сызып, 0-ден 10-ға дейін болған сандарды белгілеп шығамыз. Кейін осы қос теңсіздіктің шешімдер жиынын жақшаның ішіне жазып қоямыз. Бұл қос теңсіздіктің шешімдер жиыны 4, 5, 6 және 7 сандары болады. Өйткені 3 пен 8-дің аралығында осы сандар жазылады. Тура соған қарап, Ә тапсырманы, Б тапсырманы орындап қоямыз. Үй жұмысы 12-ші беттегі 9-шы тапсырма. Бұл тапсырмада қос теңсіздік берілген. Осы қос теңсіздіктің шешімдер жиынын жазуымыз керек болады. Және сан сәулесін сызып, осы сандарды белгілеп шығамыз. Бірінші тапсырма орындалған. Екінші тапсырманы тура сөйтіп орындап қоямыз. Тағы қосымша тапсырма, балалар, баған түрінде көбейту және бөлу. Бұны біз қайталау үшін орындауымыз керек. 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға көбейту, 6 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу. Тапсырманы баған түрінде орындаймыз. Сау болыңдар, балалар.